Үйлену той неке жүзік тақты жастарға, бақыт тілеп келді ағайын бауыр достарда. Шаңырағың биік болсын, сөнбей шырағың, мәңгі серік болыңдаршы өмір дастанда. Құтты болсын үйлену той, қуан қалайық, екі ғашық жарасымды қандай ғажайып. Қуанышы ата-ананың тұр ғой жүзінде, бақыт тілеп ғашықтарға қолды соғайық. Махаббаттың айдынына қоныңдар бірге, әр күндерің арайланып айналсын гүлге. Шаттық нұры төгілсінші сендерге мәңгі, атырыңдар қуанышпен әр атқан таңда. Тойда дедім бірден анамая, жүрмейді екен жүрекке айла, Құда жағыз маладая. Билеп шықтым ортаға қарай, Құда жаға құшақ жая. Ей қарындас есімің қалай? Бара Гая. Есімің Балғадиша емес Балқия, Құдаша билейікші кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, Балқия, есімің Балғадиша емес Балқия, Құдаша билейікші кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, Балқия. Әлемді мың зерттеп болып, бірақ әлі құпиям ол жетеді. Дауыл терезе қағып болса да аспан сұр болып, ерке қыз ерекше сезімге өзіңді естісем, сенің мінезің бар өмірін естісем. Күндіз түні нұр болып болса да аспан сұр болып, Төңкер шампанды аспанға екеуміздің мерекеміз сәулем шуағын шашқанда түсіндім Құдай бізді қосқан. Сені сүю су тасқындай, менің күйім адасқандаймын. Төкпе көз жасты арманда өтет кетет бұл жастық шақ. Желінің бәрі бақыты, Енді қадірлі меймандарымыз, бүгін шаңыраққа түскен ақ келіндеріңіз құтты болсын. Бісміллә деп бүгінгі келіндеріңіздің бетін ашу рәсімінен бастайтын боламыз, қадірлі ағайын. Сондықтан да алысқа кетпеңіздер. Қазағымның дәстүрі келген келінді ел жұртымен таныстыратын әдетіміз, қадірлі ағайын. Сондықтан да аттан құласақта салттан жығылмаған қазақ екенімізді мойындап, бүгінгі алғашқы дәстүрімізден бастасақ оңды болар дегендей. Достарымнан бір жігіт болса, маған көмек бір жіберетін, бір микрофон ұстап тұратын еңбегін берем, уайымдамаңыздар. Келші бауырым, жүрдім. Бұл қамшысы ұстайтын жігіт қой, дайындалып келген. Наурызға келген шапан киіп келген кәдімгі дейді. Еу жаным. Әлде үстінде тойда киген ба бірдеңе әйтеуір. Бәрекелді. Қамшысын бере қойыңыздар, ұстап тұрыңыздар. Шу деген сөздің өзі көтеремден орнына тұрғызады деген, арасында айқай деп, жаржар деп, қошемет қиқуларын салып отсаңыздар, біздер де арқамыз қосып тұрады, қадірлі ағайын. Той басталып кеткенше деме бөлектен ойдамыз. Кетелер болса бүгін қиқу салып, атойлататын күн ағайын. Тойдағы да құтты болсын. Сау!
көтереді сағай нағашылар бар ма? Өздеріңіз шапалақ ұрмасаңыздар, көтеріп шапалақ ұрмайтын сияқтандар, иә? Спокойно өтіп тұра беріңіздер. Ақша төледіңіз, любой жерде жүре берсеңіздер, сол үшін. Бәрекелді, той иесіне бір тағы бір қошемет ұрып қойыңыздар, қадіріңдегі ағайын. Қойыңыз көпті болсын, бісміллахи бастайын. Әуелі Аллау жаратқан екінші адам атамыз, жігерді қолдап мендегі кетенің асыл балдары, той қылып бүгін жатырсын жиып ағау жеңгені. Келін келіп түсті деп, келіпті құрбы теңдері, беташар деген бай дәстүр, емес қой ердің ермегі, қорғылмас келін басыңда кетенің асыл ерлері. Өз анаңнан кем көрме, енеңді сыйла шырағым, атамды әкем деп сыйла, сыйламасаң бұлардай өз басыңай бұламын. Жаққан отың өшпесіні, тәңірден болғай несібеңі, қонақ келсе құт күлір, ашықта болсын есігіңі, домалаған ау секілді жайылсын елге есімің, ардақтап анау ватанып тербесі жылды бесігің кешке жатса күйеуің қайда болды қайда деп Наурызбектің құлағын бұрай берме келіншек, келінжан көп мұғайма, ай келінжан көп мұғайма, Наурызбек бардау қасыңда жарқын көрген жалары, аман болса бұл жігіт бабыңдау әлеу табады, қыраным деп баптасаң қияға қарат қағады, өйтіп бұл жігіт қайын жұртқау жағады. Айналайын ақ келін, мақтадандау ақ келін, өсек деген пәлені құлағынан ауыт қыл, үлкен адам жұмсаса елпеңде қағып шауып тұр. Қазақтың санын көбейтіп, кеденің санын көбейтіп, Сапарғали әкемнің шаңырағын кеңейтіп, жылына бір ұл жаримаға бір тауып тұр. Иншалла жылына бір сәби әкеліп тұратын келін болсын деп бір қошемет тұрып, ниеттес болмай қадірлағайын. Тірлігінде жарықтап биік болған талғамол, ағайын мен туысқа толып өткен жан-жағол. Арада бүгін болмаған әруақтарды сыйлайық, жұмақта жүрсін жандарым. Жұма сайын еске алып, жетнан жасап тұрғайсың, жарық болсын таңдарым. Жақсы екен деп жұрт жүрсін, Наурызбектің жан-жары, әруақтарға бір сәлем, әруақтарға бір сәлем, әруақтарға бір сәлем. Қадірлі ағайын, қазақта өле жібемей тіріде береке болмайды демекші, бүгінгі осы шаңырақтан өткен барша топырағы торға болғыр өл әруақтарға бір сәлем болсын деп жатырмыз ағайын. Ер жетті деп, елпілдеп, келінім бүгін түсті деп, қуанып тұр атасы, балаларым бақытты болсын деген батасы. Анау тұрған анамыз, ай анау тұрған анамыз, бәріміздің панамыз, ол кісінің алдында бәрімізде баламыз мен жалпы әулеттің үлкендеріне арнайлап тұрып мың сәлем болсын деп жатырмыз ағайын. Ендеше дәметкен әжесі бастаған Бақберген, Роза, Қазбек, Сүлеш, Нағима, Жандарбек, Айнагүл, Гүлназ, Қалдыбай, Нұрбибі, Қайырғали, Анар, Әділхан, Эльмира, Ғалымжан, Ақмарал, Дәурен, Жұлдыз, Айбек, Нұрбек, Меруерт, Ерболат, Динара, Ералы, Айдана, Қуаныш, Аружан, Алтынбек, Алижан есімді құрметті қонақтарымызға үлкендерімізге мың сәлем болсын ағайын.
ойнатам, екесін жайнатам, көрімдігін майлатам, Сапарғалисың-ау атаңыз, бәрінен де бағаға, бәрінен де жағаға, келінің бүгін түсті деп көрімдікке қачағы, 10 мың теңге атады, ал келесі, алау тұрған елесі, кімді жаман десең-ау, елеңді жаман демеші, елегесі егерде, осы үйдің өткір жебесі, шаңырақта ұстаған қабырғаның шегесі, следующий, сейчас ночи не дыши, елелер бапшау қараши, елелер бапшау молодцы, оның аты Айгүл ғой, Айгүл сенің анаң ғой, Айгүл сенің панаң ғой, шай өйдесау егердау 180-мен бара ғой, айтқан тілді ала ғой, ол да үлкен бала ғой, қайненеңе бір сәлем емес ол. Күнде таңертең тұрып сәлем жасаң таман кетпейді деп жатырмыз. Тойыларға арнайда тұрмын сәлем болсын ағай. Ай, тамаша, көп рахмет қадірлі ағайын. Енді келесі кезекте нағашыларымыз дайындалып тұрайық. Жүрген ағасың, жиен жаман болмайды, жақсы болсын нағашың, нағашының жаңасын іздесең қайдон, табарсың айбеу. Ал бәрекелді, нардай болған нағашыларымызбен әулеттің жиендеріне арнайлап тұрып мың сәлемді жатырмыз қадірлі ағайын. Нағашы әжесі Ермек, және де Қатира, Мұрат, Сарқыт, Қайрат, Нұрғайша, Жәнібек, Гүлбану, Роман, Олжас, Айда, және де Серік, Айдана, Арсен, Саламат, Рауан, Серғазы, Раушан, Марат, Калияш, Салтанат, Маржангүл, Замзагүл, Гүлсім, Нұрлан, Гүлмира, Руслан, Арайым, Света, Расул, Қайнар, Амелия, Айсултан, Айлин, Алижан, Ерасыл, Лили, Рамазан есімді нағашыларымызға жиендермен берекелей қорғаға. Той құтты болсын. Қапқан сынадай отырмасаң сіздерде шиыршық атып шыдамай, енді келді кезегім құдалар менен. Құдай Мұрат, Райса, Қарылға, Құрмантай, Айнаш, Алмұрат, Үржамал, Үздұрған, Нұржамал, Асқар, Жібек, Қуандық, Батима, Райнис, Мирамгүл, және де Назгүл, Жансерік, Алмагүл, Света, Юра, Орынгүл, Бейбарыс, Аида есімді құдаларымызға арнайлап тұрып, мың сәлем болсын ағайындар. Той құтты болсын. Ат-енеңнің достары үйіңе келсе егерде көрпеңді салып төріңе ат-енең деп сыйлашы, ал ендеше келінжан ат-енеңге сәлем ет сәлеміңді ол әдемет айбеу. Ал бәрекелді құрмет қошеметтеріңізбен бүгінгі әкемізбен анамыздың достарына арнайлап тұрып мың сәлем деп жатырмыз. Сонdan бұрын Наурызбектің осы жерде класс жетекшісі білім нәрімен сусындатқан апайы Гүлмира апайымызға арнайлап тұрып мың сәлем деп жатыр. Және де көршілер де бар екен ағайындар. Бауыржан, Юлия, Орынбай, Бекзада, Жұмабек, Күләш, Дәулет, Қаламқас, Марал, Гүлзада, Серік, Нұрдәулет, Гүлфайрус, Коля, Айнагүл, Қуаныш, Бейбіткүл, Қарасай, Айсара есімді әкеміздің достары, көршілері, және де арнайға бүгінгі тойға қатынасып отқан бүгінгі Айгүл анамыздың достары 75-терге бір жақсылап қошемет қойсаңыздар. Жанболат Фарида, Ақылтай Гүлім, Елман Нұргүл, Гүлжанат Қырықбай, Жасылан Алмагүл, Айдың Тота, Мейрамбек Бота, Берік Нұрбану, Әліржан Айгүл, Аслан Чүлпан, Айбек Айбала, Нұрбек Ұрысқұл өзінде 75-терге арнайға тұрып, мың сәлем болсын ағайын. Сүт балалық шақты анау тұрған құрдасың, бірге өскен сырласың, талай жас кезде төбелесіп ұрғансың, осылай тойды көтерер ән салатын құрдасың, тамсанатын құрдасың, жар салатын құрдасың. Ал бәрекелді Нұрекеңнің достары, Наурызбектің дружок, дружка және де барлық достарына арнайда тұрып мың сәлем болсын деп жатырмыз ағайын. Наурызбектің достарына
айлысың жиылып тұр әлегей қайнының небір сайлысың анау тұрған бегешің аяңау тұрған бегешің жібектен ескен шөгесің жеңешем талдау алайық жеңешем талдау аяғың қалайық неге бүйтесің мен досындай болам деп құрып тұр ол діңкес ау ал бәрекелді бүгінгі Динараның қайны сіңілері болса аттарлардан түрлерін түсірмей барлық кішкентайларына мың сәлем болсын қойып жатқан сенің келуіңе себеп болып жатқан бұл енді Наурызбектің арқасы қадірлі сондықтан да рұқсат болса Наурызбекке де бір 3 мәрте сәлем сал осыдан кейін сәлем салмайтын хақ сондықтан да бір қошемет білдіріп қойыңыздар Наурызбекке біреу Наурызбекке екеу Нұрекеңе 3 ай тамаша келіншегің саған 3 мәрте сәлем салып жатыр, бірақ осыдан кейін сәлем салмайды саған, сондықтан да осы 3 сәлемді өмір бойы есінде сақтағайсың. Өйткені біздің қазақтың келіндері сәлем салған адамға ешқашан қарсы сөйлемейді, алдынан кесек көлденең өтпейді, оған қарсы келуге болмайды вообще. Динара есінде болсын. Сондықтан да жазатайым ыдыс-аяқ сылдырлап кетіп, анау проблема болып жатса, сен маған сәлем еткенсің деп ескертіп қойсаң, понятно, осы түсінеді ар жағы. бір қошемет тұрып қойыңыздар қадірлі ағайын. 40 минут қақсаған заманында нарықтың беташардан басқа жұмыс таппағаны осыған дейін өзіңдей 700-ден астам келіннің бетінде ашып тастағаны руымды сұрасаң ай руымды сұрасаң 8 арыс адайдың тобыш адам ішінде жайылғаннан тарағаны маңдай сорың беселі қасқа маңдай тастағаны қайқы келген қылыштылы көкірегінен суырып қай жерде жырын шашпағаны тұлпардай құзда таймаған соңқырдай құзда ойнаған мені кім деп сұрасаң мен де бір жыр жол жайнаған халықпен таныстырған қиын болмаса маған да жартақ сәлем жетеді деп жатырмыз ағайын. Ал қошеметтеріңіз болсын. Тұрғандарыңыз белгілі бұйырса бүгінгі келіндеріңіздің бетін ашылуында сәтке келіп жетті. Қадірлі ағайын ерекше құрмет қошеметтеріңіз күтеміз ағайын. Енді қадірменді меймандарымыз бүгінгі келіндеріңіздің бетін қазақтың қара домбырасыменен келіндеріңіздің бетін ашуға рұқсат етіңіздер. Шаңырақтарыңызға түскен келіндеріңіз құтты, инабатты, ибалы келін болсын. Баршаңыз бір қошемет ұрып қойсаңыздар, бисмилля деп келіннің бетін ашайын қадірлі ағайын. Бисмилля. Қазағы жаққаның қатпағаны қанатпен аттауың ол міндеті келіннің шайқалсын кезіміз шаңырақтың шаттығы қайнатыңа құнды бол келін қайнаныңа қорбы бол келін қосқананың қамағын бағар қосағаға үлгі бол келін шіркін-ай ой бәрекелді. Қадам басып қазақтың дәстүрімен бетін ашып ел жұртымызбен таныстырды қадірлі ағайын. Баршаңызға осы қазақтың келіні деген атқа лайықты бұйырса Динарамыз сондай келіндердің қатарынан болсын дегендеріңіз болса бір қошемет тұрып қойыңыздар қымбат ағайын. Енді бүгінгі Динараның тірегі бүгіннен бастап от ағасы шаңырақтың тірегі болып отқан бүгінгі Қазақстан Республикасына қосылып отқан отбасының яғни бір мүшесі құрмет қошеметтеріңізбен арнайлап тұрып шаңырақтың иесі Наурызбек мырзаны шақырайын. Динараның алла басқан болсаға сендерге құтты болсын, бақтарыңыз баянды болсын. Мынау енді жұбайлы өмірге басып отқан қадамдарыңыз тағы да құтты болсын дейміз. Енді осы жерде көріп тұрсыздар ғой. Мынау енді жеңгеңнің көрімдігі мынаның барлығы. Ерасыл қалағанында сіздер.
Жаным, айтсын еді. Бұл қаржылық сауаттылық деп аталады қадірлі негізі. Көктен алу үшін әуелісі осындай ақша беріп үйретуіңіз керек еді. Бұның көргені 1000 теңге болып тұр ғой енді. Одан аса алмай тұр енді, қайсысы енді. Мына 10.000 теңге деп аталады. Бәрекелді. Мамаңнан 10 күн ақша сұрамайсың. Бәрекелді. Бір қошемет ұрып қойыңыздар. Жаңа келіннің ақ орамалына байлаған, қамшысына байлаған орамалды апам осы жерде өзім табыстайын деп тұр. Екеуміз басқаратын сияқтымыз той. Ал бүгін мына келінімнің бетін жапқан орамалды мен туған інім Раманға берем, сосын Дәуренге берем. Міне, сол келесі той сол Нұрбибімен мен мамамның үйінде қалдырайын дегенде болсын. Бәрекелді, құтты болсын, шаңырағыңызда той болсын, қуаныш болсын. Ал болсын. Ал енді қымбатты меймандарымыз, мынау қазақтың қара қамшысы, бұл қазақтың жалпы ядролық қаруларының бірі болған, әрбір қазақтың азаматы ұстаған. Сондықтан да мен бүгінгі Наурызбекке табыс етіп қояйын, шаңырағында атқа мінер, елдің қорғаны болар, тірегі болар, азаматтар дүниеге келсін деген ниетпен. Ей азамат! Қамшысынайтын адам жоқ қойды қазір, Құдайға шүкір, барлығы да дей тұрғанмен ырымдап төрінге іліп қой. Мен Айгүл апамды ортаға шақырып сол кісіге табыс етейін. Айгүл апа, келіңіз. Бүгінгі келіннің көрімдігіне түскен қаражат. Сіз 10.000 теңге салдыңыз, әкеміз 20.000 теңге салды. Наурызбек те 20.000 теңге салды. Халықтан түскен барлық қаражаттың есеп-қисабын сізге беріп жіберейін. Осы жерде 72.000 теңге ақша береді. 10.000 теңгесі ана жігіт алып кетті, 62 теңге ақша қалды. Бәрекелді. Жай қолымды жамағат. Я Құдайым жарық ет, не десең әзірет, айдан аман ет, жылдан есен ет, бақ қарасын, қыдырдасын, кеткені келсін, кемдігі толсын, есесі бір ала жетсін, өлге иман берсін, тірге берекет берсін. Бүгінгі құрбатқан мынау қоныстарың құтты болсын, жаңа қоныстарың. Мынау жапырақтарың жайылып, тек қана үйде той болсын. Айтқаным келсін. Аллаху акбар. Берген батаңызды түгелдей табылсаңыздар, енді бүгінгі тойымызды төрін бұйырса предметі деген бастайтын боламыз. Әрине жаңа құдаларымызды күтудеміз, қымбатты ағайын. Біз оған дейін бүгін жаңа өмірге қадам басып жатқан жастарымызды орнымыздан тұрып қошеметімізді ұрып тұрып, ақ жол менен сезімдері, ақ махаббаттары бір-біріне пәк болсын деген ниетпенен барша құрметтеріңізбен қадам ағайын, тойымыздың төріне наурыз қоймаймыз. Жастар болсын ағайын. Құданы күткесін осылай күту керек қадірлі ағайын. Міне құда күтуге дейіндей уақыт болған секілді, ендеше ілтипатымызды білдіріп, құрметімізді білдіріп, орнымыздан тұрып, әдеттегідей шамаламызды ұрып тұрып, әулетке келіп жатқан Кете ауылының жаңа құдаларын той түрін алдырамыз ағайын. Қошемет құрмет жаңа Just
қазақтың қызы ерекше ерекше. Бас шіркін япырмай қазақ. Бүгінгі осындай думанды тойды бастап атқан, баршаңызды шақырып үлкен құрметке ие болып келін алып жатқан Сапарғали мырза мен Айгүл ханымның құрметіне бір қошемет етіп қойсаңыздар, тойды бастаймыз ағайын. Ақтөбе қаласы Асқарлы, Сұңқар ұшып аспанда, тұлпары теуіп тастарда, той тәңірдің қазынасы дейтін қазақпыз сауаптан жасын бүгінгі тойға шашқан ақшаны. Бүгін Наурызбек үйленіп жатыр деп жинаған сіздердей алтын бастарды. Бір көтерейікші бір көңілді түсірмей қабақ қастарды. Ең әуелі жақсылап тұрып қол соғайық. Сонымен бүгінгі Саймықтар әулетіндегі Кече ауылындағы үйлену тойы басталды. Бәрекелді, қадірлі қонақтарымыз, той тәңірдің қазынасы деген қазақпыз. Міне бүгінде атаның салтымен, бабаның жолымен осы шаңырақта ақ келінсіп, беті ашылып, бүгінде міне тойымыздың түріне ең құрметті қонақтарымыздың бірі жаңа құдаларымыз келіп жайғасып жатса, ендеше қазақиларымыз да құрметімізді білдіріп, жаңа құдалар үшін де бір ілтипат білдіріп қойсаңыздар, артық болмай. Қош келдіңіздер құдалар. Құдаларыңыз сәлем болсын. Енді қымбатты қонақтарымыз дәм татып отырайық, ас алдырып отырайық. Әне міне дегенше тойымызды бастайды шақта 9-дан асып кетті қадірлі ағайын. Сондықтан да бірден тойымыздың түрін бастап кеткенді жөн көріп отырмыз қадірлі ағайын. Үлкенді құрметтеген, үлкенді бата алған елдің ұрпағы екенімізді ұмытпаймыз. Сол себепті бүгінгі тойымыздың түрін ашатын әулеттің үлкендерін шақыруға рұқсат етілді. Және той иесінің бауырлары мен қарындастарын ортаға шақырайын. Дәметкен әжеміз бастаған, және де Бекберген Роза, Қазбек Сүлеш, Нағима, Жандарбек Айнагүл Гүлназ, Қалдыбай Нұрбибі, Қайырғали Анар, Әділхан Эльмира, Ғалымжанов Марал, Дәурен Жұлдыз, Айбек Нұрбек, Меруерт Ерболат Динара, Ералы Айдана, Қуаныш Аружан Алтынбек, Әлижан есімді әулеттің ең жақсылары үлкендерін той төріне алдырамыз ағайын. Toyga
айтсын енді. Олардың миссиясы сондай бүгінгі тойдағы. Тойды көтеру керек, мейлі настроениесі болсын, болмасын, жағдай келсін, келіспесін, бүгінгі осы шаңырақтың тойында осындай көңіл күймен жүруге тиіс. Бәрекелді, бір қошемет тұрып қойыңыздар. Қош келдіңіздер. Құрметті тойшы қауымдар, жаңадан осы үйге қадам басқан құдағилар, туыстар, жекжаттар, бәріңізді де осы Сапарғали мен Айгүлдің тойына келіпсіздер. Құтты болсын келген қадамдарыңыз. Екі балаға тілейтініміз бақытты болсын, бақ берсін, дәулет берсін, береке берсін, бірлік берсін. Бірлік болмайды, тірлік болмайды дейді балалар. Жақсылықта, қуанышта осындай көпшіліктің ақ батасы Аллаға тағалаға қабыл болып, өсіп өне беріңдер. Мына біздің Сапар мен Айгүлдің енді бүгін үлкен келін түсіріп, үлкен ұлдарына ата, әже болып жатырсыздар. Құтты болсын. Бәріміз де осындай жақсылық тойда кездесе білейік. Ал жақсы, тойшы қауым, келіп жатсыңдар бәріңе де рахмет. Сапар, Айгүл, екі бала үйленіп жатыр, үлкен шаңырақ құрып жатыр. Құтты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, дендері сау болсын, шаңырақтары биік болсын. Қазақстанның осы азаматы мен азаматшасы болсын. Келіп жатқан, жаңадан келіп жатқан құдағайлардың қадамдары құтты болсын. Әулетіме таныстырып кетейін сіздерге. Осы арада негізі әулетімізді 3 ағайыннан тарағанбыз. Сол ең әулеттің үлкендегі тәңірген атамыз болды. Қазір міне құдаларың соның баласы. Негізінде осы арада ең үлкені бізде Ораза апамыз әулетімізде ең үлкені. Содан кейін екіншісі Қазбек, әулетіміздің, үшіншісі мен өзім. Содан кейін бізде құдаларың тарайды. 65 Сапар құда атсама, Аржағынан атсама, Қайрош дейтін атсама, үнім бар. Сосын Асқары бар, әулетіміз үлкендері. Соған нетіп отыр. Содан кейін біз 2 ағайындан 3 ағайындан еткенде осы арада екі ортада жаңа күндер қалдыбайлар. Сосын арамызда ең үлкені осы әулетіміздің үлкені атамыз Таңырген болса, содан кейін екі ортасында Мария апамыздың балдары бар. Олар бізге жиен болады. Қайда? Негізінде мына жақта Нағима бұл деген жиен үлкен марқұм себесін Сансыбай дейтін ағамыз болды. Жеңгеміз. Негізі бізге жиен. Сосын бер жағында қыздары бар. Олар көтеріп қойсын, жеп алам. Осы наурыз айында 26-сында қасиетті қадір түнінде тойымызды өткізіп жібердік. Әулетімізге осы бір айдың ішінде 2 келін келіп отыр. Арасы 1-7 тойымыз жасағанымызға. Тойымыз ұласа берсін, балдарымыз ең осы 2 бала біздерді осындай үлкен құдалыққа келіп отыр. Балдарымыз бақытты болсын, 1000 жылдық құда болайық. Наурызбек баламыз сіздерге 100 жылдық күйеу болсын. Тойымыз тойға ұласа берсін. Балдар бақытты. Тойшы қауым, енді Сапар, Айгүл, балдарың бір балаң 2 бала болып жатыр екен. Құтты болсын, бақытты болсын. Осылардың қызығына тоймай екеуің жүре беріңіздер. Немере сүйіп, шөбере сүйіңдер. Енді ал құдалар төрден алған орындарыңыз құтты болсын, қадамдарыңызға гүл бітсін сіздерге. Айгүл мен Сапардың әрқашанда дастархандарында той болып, тойға жайылсын. Қонақтар, қош келдіңіздер. Бүгін біздің әулетімізде үлкен той болып жатыр. Құтты болсын, қош келдіңіздер. Ал Сапар ағам, Айгүл жеңгем, тойларың құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, отбастарың аман болсын. Шаңырақтарында осындай той бола берсін. Денсаулық тілеймін ең бірінші. Той қоласын, ұрпақтарың жалғаса берсін. Құдалар төрден алған орындарың құтты болсын.
сіздерден біз қыз алдық, сіздерге ұл беріп жатырмыз. 2 жас бақытты болсын, 2 көпіріміз алтын көпір болсын. Ал жастар бақытты болыңдар, махаббаттарың мәңгілік болсын. Ақ жол сіздерге, дендеріңіз сау болсын. Мына Саимовтардың әулеті көбейе берсін, ұрпақтарымыз көбейе берсін, жақсылық болсын. Тойды жақсы өткізейік. Гүл жайына, күле бойына, қыз бозбала шағында. Ахау, гүлдер ағайым, күтмен ағайым, ұшарға қанатым жоқ, не қылайын деп тойды жақсы жалғастырайық. Айгүл жеңше, тойларыңыз құтты болсын. Құтты келін түсіріп жатсыздар. 2 жас бақытты болсын. Баршаңызға соны тілеймін. Үйлеріңізде тек той болсын. Осы екеуі қызығына тоймай жүре беріңіздер. Артынан тек Алтынбектің тойы, Әлижанның тойына тек келе берейік осылай. Тек сіздің үйде тек шаңырақтарында той болсын, аман болыңыздар. Сау болсын, балдар бақытты болсын деймін. Мына төрден алған құда жегдаттар қадамдарыңызға гүл бітсін, алтын көпір тілеймін 2 ортада. Барлығымыздың деніміз сау болып, осындай тек той думанда тек кездесе берейік. Барлығымызға қуаныш, жақсылық тілеймін. Әмин, рахмет. Тілектеріңіз қабыл болсын. Қалғанымыз қосыламыз ғой, бәрекелді. Тілек бір, ниет бір, әдемі тілекпенен тойымыздың түндігін ашып бердіңіздер. Алла қуат берсін, шаңырақтарыңызға шаттық орнап, ауыз біршіліктеріңіз бекем болып, балдардың бақытына деген тілектеріңіз Алла қабыл болсын деп тілек. Ендеше той иесіне арнайы сый құрметтеріңіз болса табыс етіп қояйық, және де естелікке фотоға түсуге шақырамыз. Келіңіздер, той иелері. Сәлем осы ойынға, ұстазау келіп кетсін осы ойынға. Патшайым